Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Арнаға жазылып лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Әбутәліптің қолдауы. Мұхамбеттің жақтастары көбейе бастады. Бұрын оны жеңіл қабылдаған Меккенің бай-шонжарлары ақырындап санасатын болды. Себебі мұсылман болғандар ойға жүйрек, сөзге шешен болып шыға келетін. Діни айтыс тартыста Құран аяттарын жатқа соғып, қарсыластарын жер қылатын. Олармен айтысқанда менмен деген кахиндер мен ақындардың аузына құм құйылатын. Бұл бетімен кете берсе, өздерінің Мұхамбеттің ықпалына түсетіндерін толық түсінді. Олар ұшқыннан от өршімей тұрғанда, оны дереу өшіріп тастауды қолға алды. Сөйтті де атасы Әбутәліпке барып арыз қылды. Әй Әбутәліп, сен аталарың Қағбаның кілтін ұстаған текті тайпадан едің. Әкең Әбдімүтәліп Зәмзәмнің көзін ашып еді. Өзің ата-баба дініне адал болған абыз ақсақалсың. Бірақ мұна Мұхамбетің абыройды төгіп болды. Көз көріп, құлақ естімеген уағыздар айтады. Біздің қасиетті Лат, Узза, Манат сияқты ұлық құдайларды қуыршаққа балайды. Бізді бір жүрген ақмақ деп ойлайды. Біз де оның алласын мойындаймыз. Сөз жоқ, ол да ұлық құдайлардың бірі. Қайдағы жоқ іблістің мысалдарын айтып, қайырсыз деп байлардың шамбайына тиеді. Өзі де күшті бір сиқыр үйренсе керек. Оған барған адамның басы айналып, атасының жолынан бас тартып шыға келеді. Үйіне барып бірнеше рет ескерттік те, әй кәпірлер, сенің дінің саған, менің дінім маған деп өлең оқып кетті. Жердің үстімен барып едік, масқара болып жердің астымен қайттық. Енді ол бала бір тыңдаса, сені ғана тыңдайды. Ұрыстың соңы сойылға ұласпай тұрғанда алдыңнан өтуді жөн көрдік деп қатқылдау ескертті. Мұхамбет менің қолымда өскен. Қазір жасы 40-тан асты. Оның 40 жыл ғұмыры менің көз алдымда өтті. Ол өмірінде қылдай қиянат қылмаған адам. Берісі Меккеде, әрісі Шамда әділдік пен адалдықта оның алдына түскен жан жоқ. Міне, қазір жасым 70-ке тақады. Меккенің өмірі менің көз алдымда адам танымастай өзгерді. Ата-баба діні дейсіңдер. Қане, сол баяғы атадан балаға мирас болған мурра дәстүрі. Естеріңде ме? Біз бала күнімізде тайпада бір жетім не бір жесір панасыз қалмайтын. Қазір сендер бөтенді айтпағанда екі атадан қосылатын туысыңды жастықтай жаншып, тулақтай илейсіңдер. Бала кезімде Қағбаның ішінде санаулы ғана пұт тұратын. Қазір солардың саны нешеге жетті, білесіңдер ме? Мұншама көп құдай қайдан балалап көбейіп жатыр? Құдайлар көбейген сайын елдің де ынтымағы ыдырап, бірлігі кетті. Енді міне іріген сүттей болып отырсыңдар. Әбутәліп, дәстүріңді қайдам, бірақ біз құдайымызға адалмыз деп біреуі сөзін бөлді. Сен үйтіп сөзімді бөлме. Мен де жақсы білемін. Бүкінде сендердің құдайларың алтын мен күміс. Менің Мұхамбетім ешқандайда жаңа дін ойлап тапқан жоқ. Керісінше, әлсізге жақтасатын, бәрін өзімен тең көретін мұрра дәстүрін жаңартып жатыр. Сондықтан мен оның жағындамын. Оған жалы жаппаңдар. Мен тірі тұрғанда Мұхамбеттің басынан бір тал шаш түспейді, деп Мұхамбет үшін неге болса да дайын екенін ұқтырды. Келгендер қарсы уәж айта алмады. Себебі Әбутәліп олардың дертін дөп басты. Өткір тілмен шихандарын жарды. Келгендер тілдерін тістеген күйі шығып кетті. Бұдан соң Мұхамбеттің ізіне ергендерді қудалау қарқын алды. Пайғамбардың өзінде реті келсе мұқатып қалатын. Кеудесі тар күншілдер, кахиндер мен арсыз ақындарға ақша төлеп, Мұхамбет жайлы неше түрлі құйтырқы өлеңдер шығартып, ел арасына таратып жіберді. Назарларыңызға көп рахмет. Оқыған Перизат Әділқызы. Арнаны қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда қызықты әңгімелер күтіп тұр. Көп рахмет.